Енді осы орайда осындай бір сөзді айтқымыз келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күнәсіз адам, бүкіл пайғамбарлардың имамы, 18 мың ғалам жаратылыстың сұлтаны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұбарак аяғы ісінгенше құлшылық ибадат жасайтын, Аллаға жалбарынып намаз оқитын. Сонда біздер, қарапайым мұсылман пенделер, қандай амалымызға, қандай еңбегімізге сеніп отырмыз? Біздің күнәларымыз Алатау таудай үлкен және көп. Біз сонда осы қасиетті Рамазан айында тарауих намазға немқұрайлы қарап, соны менсінбей, соның маңыздылығын түсінбей, сондай үлкен сауаптан, сондай үлкен әжірдан мақрұм қалатындай қандай себеп бар? Қандай даналық, қандай ақылдық бұл? Айтсаңызшы.